соңғы а деңгейінің 3/8 деңгейіне назар аударайық. Тік төртбұрыштың бір өлшемі 3 см, ал екінші өлшемі x сантиметр дейді. Яғни айнымалы, иә? Оның ауданы s-ті x-ке тәуелді функция түрінде жазылыңдар дейді. Бірінші, s-тің мәні 13,5 см квадрат болғанда. Болу үшін x-тің мәнін табу керек. Екінші есепте x-тің мәні 5,7 см болғанда, s-тің мәні, яғни ауданды табу керек екен. Бірінші, біз тік төртбұрыштың ауданы дегеніміз не? Соны еске түсірейік. Тік төртбұрыштың ауданы дегеніміз ұзындығы мен енінің көбейтіндісі, иә? Соны жазайық. А көбейтілген Б. Енді бірінші есепте бізде тік төртбұрыштың бір қабырғасының өлшемі берілген екен. Ол бізде 3 см, ал екінші қабырғасының өлшемі ол x сантиметр, яғни айнымалы арқылы берген екен. Онда бұл тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біз 3-ті x-қа көбейтеміз, иә? Немесе 3x деп осылай жаза салуымызға болады. Енді бірінші есепте бізде s-тің мәні берілген, ол 3,5 см квадрат дейді. Ал бір қабырғасы аны 3 см деп жазып қояйық. Онда бізге екінші қабырғаны x-ті табу керек екен. Оны табу үшін біз енді осыны жазуға болады. S-тің бірінші x-ке тәуелді функция түрінде жаздық. Ол дегеніміз x-ке тәуелді болса, онда жақшаның ішінде x-ті ұмытпаңыздар. S(x)-тен 3x болады. Әрі қарай бізде s-тің мәні берілген 13,5 тен 3x-қа теңестіреміз. Сонда x-ті табу үшін 3 пен x-ның арасында көрінбейтін көбейту бар. X-ті табу үшін көбейтіндінің мәнін ол 13,5-ті бірінші көбейткішке бөлеміз. Яғни 3-ке бөлеміз. Сонда x-ның мәні 4,5 сантиметр шығады екен. Келесі, екінші есепте керісінше бірінші қабырғаның өлшемі берілген 3 сантиметр екені, екінші қабырғаның өлшемі де берілген екен 5,7 сантиметр дейді. Мінекей. Екінші есепте бізде s-тің мәні қандай болады дейді. Оны табу үшін біз қайтадан s(x)-тен 3x өзіміздің функциямызды жазып аламыз. Енді x-ның орнына біз s-ті табу үшін қандай санды қоямыз? Иә, ол 5,7-ні қоямыз. Сонда 3 көбейтілген 5,7, оны біз көбейтсек, неше болады? 17,1 сантиметр квадрат өлшем бірлігін жазуын ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.